Ассаламағалейкум, мен бүгін сіздерге дәмді картоп езбесін даярлап көрсететін боламын. Ол үшін 500 грамм картоп, 2-3 ас қасық сары май, 50 мл сүт, тұз, қара бұрыш керек болады. Алдымен картопымызды орташа етіп турап аламыз. Қазанымызға қайнамаған су қойып, астын қосамыз және дайын болған картопымызды туралған қазанға салып, піскенінше қарап бақылап тұрамыз. Сәл тұз саламыз. Суымыз қайнағаннан кейін 10-15 минуттан кейін картопымыздың піскен-піспеген бақылаймыз. Картоп піскеннен кейін сүзіп аламыз. 2-3 ас қасық сары майымыз салып, езгішпен еземіз. Сары майыңызды ертіп алсаңыз да болады. Кейін 50 мл сүтімізді құйып, сәл араластырып еземіз. Кейін тұздаймыз, бұрыштаймыз. Енді жақсылап тұрып, езгішпен езіп аламыз. Жақсылап араластырып езілген картоп езбесі өте дәмді болады. Міне біздің картоп езбеміз дайын. Ас болсын.